Баршаңызға сәлем, сіздермен Ариана. Бүгін балалық шақтың дәмі песочный орешки печеньесін дайындайтын боламыз. Арнама жаңадан қосылып көріп отырған болсаңыз, тіркеліп, қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Ал ендеше қытырлақ, дәмі аузыңыздан кетпейтін орешкиді бірге дайындайық. Рецепттің тізімін төменгі описание бөлімінде қалдыратын боламын. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға қатты сары майымызды үккіштің көмегімен үгітіп алатын боламыз. Содан соң ұнымыз бен майымызды біркелкі етіп араластырып аламыз. Енді араласқан массамызға шекерді, жұмыртқаны және разрыхлителімізді салып жақсылап, екі қолдың көмегімен қамыр илейтін боламыз. Мінекей, менде қолға жабыспайтын қамыр дайын болды. Енді қамырымызды пакетик немесе пищевой пленкаға салып 10-15 минутқа тындырып аламыз. Енді орешкемізді пісіруге дайындайтын боламыз. Менде осындай мультипечка. Қамырымызды кіші бөліктерге бөліп, қысып тұрған печкамызға салып 4-5 минуттан пісіретін боламыз. Осылай майда бөліктегі қамырларымызды шетінен пісіріп отырамыз. Піскен орешкеміздің жанындағы артық бөліктерін пышақтың көмегімен алып тастайтын боламын. Енді салмасын салып, орешкемізді біріктіретін боламын. Мен салмасына тек қана вареный сгущенканы пайдаланатын боламын. Сіздер өз қалауларыңызша шоколад, арахис қосып әзірлесеңіздер де болады. Ал менің дәмді орешкеларым дайын болды. Үстіне қант ұнтағын сеуіп безендіретін боламын және дайын дастарханға ұсынатын боламын. Ал ендеше ас болсын. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдырып, арнама тіркеліп, алдағы дәмді рецепттерімді біріншілердің бірі болып көріңіз. Сізді арнамда күтетін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.